Достар, жалпы көп адам негізі іздесе бір 3-4 миллион теңге таба алады да, яғни туыстарын қорқытса да, достарынан қарыз алып бермей кетсе де. Яғни айтқым келгені, сенің үй алуға желаниең болса, андай үлкен Алматы қаласында сіз 4 миллион салып алуға болады. Бірақ оның ай сайынғысы енді 260-270 мың теңге шығуы мүмкін. Дайын с ремонтым сондай үйлерге. Оны қалай істеуге болады? Квартираға беруге болады, өзің общежитие тұруға болады, егер студент болсаң, немесе туыстарының үйінде тұруға болады. Солайда ол 270 мың шыққан ипотеканың бір 150-180 мың теңгесін жапса да, сізге ай сайын сонда 120 мың теңге шығады да, бар жоқ. Енді бұл керемет лайфхак демеймін, бірақ бұл әлі де практичный, яғни жұмыс жасап тұрған нәрсе. Сондықтан сіз студент кезде Алматыға келдіңіз ба, қосымша жұмыс жасап, 3-4 жылыңыздың ішінде бакалаврдың сіз 2-3 миллион жинап қойсаңыз болады. Және 2-3 миллионды өзіңіздің ата-анаңызға қойсаңыз болады, жина деген сияқты. Сөйтіп бір бөлмелі үйді иесі болып шыға келуге болады универ бітірген кезде. Енді мына музыкамен кішкене эмоциямен айтып отырмын, бірақ бар нәрсе.